Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочкалар дайындаймыз. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құйып, ерітілген сары майды құямыз. Одан соң 1 шай қасық тұзымызды салып, және де шекерімізді салатын боламыз. Оны венчикпен араластырамыз. Араластырғанда шекер мен тұзы еруі қажет. Ендігі кезекте бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Тағы да венчикпен араластырамыз. Ең бастысы бұл жерде сүт жылы болуы керек. Сонан кейін дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Керекті заттарды описаниеға қалдырып кетемін. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды електен өткізетін боламыз. Мен басында венчикпен араластырамын, одан кейін қамыр деңгейіне келгенде қолмен жұмсақ етіп қамыр илеймін. Сонан кейін барлық ұнды бірге салмаймыз, бөлек-бөлек салып араластырамыз. Май құйып, 1 сағатқа қамырымызды қойып қоямыз. Енді қамырды екіге бөліп, жайып, ортасына мен варенка салдым. Варенка салып, бірден пісіріп алдым. Маған лайк басып, тіркелуді каналыма ұмытпаңыздар. Келесіде көптеген әдемі дәмді рецепттер шығады. Міне өте жұмсақ болып пісті. Астарыңыз дәмді болсын.